Экономика, қаржы, бюджет түсімі мәселелерінде түйткілді жайттар аз болмаса керек. Себебі биылғы жылдың басы мемлекет үшін қаржы экономикалық тұрғыдан етек жеңін жинаумен басталғандай әсер қалдырады. Әсіресе салық пен оның мөлшерлемесіне байланысты жиын көбейді. Тек біздің елімізде ғана емес, көптеген мемлекеттердегі жағдай осылай болса керек. Бұған әлемдегі геосаяси жағдай мен мұнай бағасының ойнамалы ахуалы әсер етеді деп жатады. Ал біздің экономикамыз бен әл-ауқатымыз мұнай бағасымен тығыз байланысты екені бесенеден белгілі. Өйткені біз мұнай шикізатын ұсынушы елміз. Неге KZ ақпараттық сараптамалық порталы жақында экономикаға байланысты қатарынан бірнеше материал жариялады. Оның бәрі де мейлінше жан-жақты сараптамалық дүниелер. Кеш жарық ағайын, бұл неге ақша бағдарламасы? Солардың бірі экономикалық блокқа қойылған сұрақтар неге азаймайды деген тақырыппен берілген. Авторы мұнда экономикадағы бүгінгі проблеманы былайша жіктеп көрсеткен. Қазақстан экономикасының 2024 жылғы картинасы екіұдай ой қалдырды. Бір жағынан өсім бар, екінші жағынан болашақ қатерлер күшейе түсті. Үкіметтің экономикалық блогы жыл аяғына жақындап қалғанда ұлттық экономика министрінен айырылды. Оның басты себебі биыл біз экономикалық жоспарлау сапасының мүлде құлдырап кеткенін көрдік. Салық пен бюджет түсімі бойынша бірде-бір жоспар орындалған жоқ. Түсім көрсеткіштерінің тым оптимистік нотада бекітілгені шығыстар деңгейінің жоғары болуына әсер етті. Салдарынан бюджеттік дефицит ұлғайып, ұлттық қорға кезексіз қол жүгіртулер жиіледі. Соның қырсығынан биыл ұлттық қор ойдағыдай өскен жоқ. 2024 жылдың 11 айының қорытындысы бойынша ішкі жалпы өнімнің өсімі 4,4% болды. Бұл көрсеткіш негізінен шикізаттық емес секторлардың даму есебінен қамтамасыз етілді. Атап айтқанда, ауыл шаруашылығында 13,4%, құрылыста 10,3%, саудада 8,2%, көлік және қоймалауда 8,1%, өңдеу өнеркәсібінде 5,3% өсім байқалды. Өнеркәсіп саласында өңдеу өнеркәсібінің 5,1% тұрақты өсуі тау-кен өндіру өнеркәсібіндегі 0,3% өсімнен едәуір озық болды. Өңдеу өнеркәсібінің салалар арасында машина жасау өндірісінің 9,4%-ға, металлургияның 8,3%, химия өнеркәсібінің 5,3%, фармацевтикалық өнімнің 14,8%-ға және жиһаз өндірісінің 28,3%-ға өсуі тіркелді. Демек, 2024 жылы біздің ортақ өсім шамамен 4,4-4,5% болады. Бұл жаман емес, бірақ президент қойған межеге кемінде 1,5% жетпей тұрмыз. Биылғы жақсы жаңалық экономиканың мұнайсыз өсуі, яғни мұнай бағасы арзандап жатса да өңдеуші нақты сектор бір орында тұрмай алға жылжыды. 2024 жылы инфляция деңгейі айтарлықтай төмендеді. Қараша айында жылдық инфляция 8,4%-ға дейін бәсеңдеді. Жылды біз 8,5% деңгейінде жабуымыз керек. Қазақстанның қаржы секторы 2024 жылы тұрақты даму көрсетті. Банк секторының капиталдандыруы және активтері өсті. Бұл экономиканың нақты секторын несиелендірудің артуына ықпал етті. Ұлттық банк қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету және инфляцияны төмендету мақсатында ақша несие саясатын қатаң ұстанды. Оның деректеріне сәйкес, жыл басынан бері банктердің жалпы активтері 7,8 триллион теңгеге, немесе 15%-ға артып, 59,2 триллион теңгеге жетті. Алайда бұл өсіммен бірге тәуекелдер де байқалды. Тәуекелдер несие нарығының тым тез өсуімен байланысты. Банктердің несие портфелі 2024 жылы 5,1 триллион теңгеге, яғни 17%-ға ұлғайды. Алайда несие портфелінің сапасы нашарлаған. 90 күн бойы төленбеген проблемалық қарыз көлемі бір жыл ішінде 863,8 миллиард теңгеден 1,13 триллион теңгеге дейін көбейді.
Яғни бір жылда проблемалық несиелер 30%-ға өсіп отыр. Түйткілді кредиттер үлесі жалпы несие портфелінде 2,89%-дан 3,22%-ға дейін артты. 2024 жыл Қазақстан экономикасы үшін жаман болды дей алмаймыз. Алайда үкімет көзге көрініп тұрған бюджеттік дефицит пен сыртқы қарыздың ұлғаю мәселелері бойынша ешқандай шара қабылдаған жоқ. Осы қылығына қатысты үлкен сұрақ туындайды. Содан да болар, сарапшылар 2025 жылы бұл бағыттағы жағдай жақсы жағына өзгереді деуге батпай отыр. Өткен жылдың күзінде жарияланған бюджеттік паника, парламент қолдауынан айырылу қаупін үкімет неге енді түсінді деген тақырыппен берілген материалда портал ұлттық қордың өсу кемі үрдісіне мынадай сараптама жүргізген. Алдағы 3 жылда республикалық бюджетке ұлттық қордан келетін кепілдендірілген трансфер жылына 2 триллион теңге деңгейінде белгіленіп отыр. Үкімет болжамы бойынша ұлттық қордың таза валюталық активтері 2025 жылы 62,2 миллиард ақш долларына жетеді және 2027 жылы 78,7 миллиард долларға дейін өседі. Қаржы министрлігі тағы бір сценарий дайындап қойған. Неге? Дерек көзінің айтуынша, егер алдағы 2-3 жылда бюджет кірістері тұрақты болмаған жағдайда үкімет шығыстарды қысқартуды жоспарлап отыр. Бұл әлеуметтік блокқа қатысты болады. Бірақ оны халыққа дұрыстап түсіндіру қажет. Дефицит жағадан алғанда қарыз етектен тартуда. Осы қазан айында үкіметтің сыртқы қарызы 60 миллиард долларға жетіп отыр. Жыл басынан бері қарызды төлеу үшін үкімет 1,96 триллион теңге жұмсаған. Енді тығырықтан шығар жолды жанталаса іздеп, үнемдеуден қалған соманы мемлекеттік қызметкерлерге сыйақы ретінде үлестіруге тыйым салынды. Үкімет биыл ұлттық қор қаржысын шығындауда рекорд көрсетті. Жыл басынан бері қордан 5,6 триллион теңге алынды, ал бюджеттің кіріс бөлігі өзінің жоспарлы межесін орындаған жоқ. Жыл сайын үкіметке республикалық бюджет туралы заң жобасын парламенттен өткізу қиындай бермек. Себебі шығындардың шектен тыс артып, кірістің азаюы қандай көнбіс болса да, депутаттардың да дегбірін қашыра бастады. Премьер-министр Олжас Бектенов президенттің 2029 жылы ішкі жалпы өнімді 450 миллиард долларға жеткізу бойынша тапсырмасын орындай алмайтын сияқты. Қазір үкімет мүшелері сөз арасында осы жағдайды мойындай бастағаны байқалады. Екінші тапсырма 2030 жылға қарай ұлттық қор активтерін 100 миллиард долларға жеткізу жоспарына да қауіп төніп тұр. Арнайы сіздер үшін неге ақша бағдарламасы? Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.